Қайырлы күн. Бүгін біз Canva приложениесі арқылы жұмыс жасаймыз. Ол үшін бірінші регистрацияны міндетті түрде өтіп аламыз. Одан кейін әртүрлі бөліктерге бөлінген дизайндарды көреміз. Оның ішінде Инстаграмға, сторисқа, логотипке, видеоға, ютубқа, сондай-ақ флайерға, визитке, даже презентация жасайтын бөліктер, дизайндар бар. Соның ішінен өзімізге керектісін таңдап аламыз. Біз өзімізге керекті Инстаграмға дизайн жасауды таңдап аламыз. Оның ішінен керекті бір дизайнды таңдап, қарастырып, бесплатно деген қарап таңдап аламыз. Мысалы, мен біріншісін таңдадым. Енді осыған біз заменить деп өзіміздің фотомызды қоямыз. Любой бір фотоны таңдап қоямыз, және соның арасында біз мұнда жазуы бар. Сол жазуын өзімізге керекті етіп жазып аламыз. Жоғарылату, кішірейту арқылы оның размерін өзгертуге болады, болмаса разделдан қараймыз. Ең алдымен шрифтін көріп аламыз. Шрифт деген батырманы басып, қандай шрифтті таңдап аламыз. Өзімізге керекті шрифтті таңдап алғаннан кейін біз размерін таңдаймыз. Оның размері үлкейеді, кішейеді, өзімізге керекті размерін таңдап аламыз. Одан кейін цветін таңдаймыз. Цвет мүмкін ұнамайтын шығар, мүмкін әртүрлі цвет болған қалайсыздар, мүмкін қызыл, мүмкін көк деген сияқты өзіңіздің цветтеріңізге қарай реттеп таңдап аламыз. Мінекей, мысалы, мен любой бір түсті, қара түсті таңдағым келді, керек еместі өшіріп тастауға да болады. Мінекей, удалить деп. Одан кейін мына батырманы, мысалы, шарды біреуін алғым келеді, біреуін үлкейткім келеді, біреуін кішіреткім келеді. Сол суретке басып, үлкейтіп, кішірейтіп отыра аламыз. Одан кейін, мысалы, плюсик батырмасын басып, түрлі элементтер таңдауға болады. Мысалы, мұнда стикерлер бар, фотолар бар, видеолар бар, аудиолар бар. Сондай-ақ, мысалы, стрелка деген сияқты элементтерді таңдап аламыз. Мен, мысалы, love деген, любовь деген стикер таңдағым келді, және соны таңдап, любой бір жерге қоямын. Мысалы, өздеріңіз еріктеріңе байланысты осындай элементтерді таңдап қоюларыңызға болады. Мінекей, қойып болғаннан кейін бізге скачать, жоғарыдағы сызықшаны басып, скачать деген батырманы басамыз. Фото сохранить етіледі. Осымен Canva приложениесімен жұмыс жасадық. Қош сау.